Иран мен Израиль қақтығысы өршісе, Қазақстанға да салқыны тиеді. Үкімет үрейленіп отыр, бірақ жаман айтқысы жоқ. Ал отандық сарапшылар Қазақстан ең нашар сценарийге әзір болу керек екенін ескертеді. Өйткені Иран Ормуз бұғазын жабамыз деп сес көрсетті. Бұл мұнаймен күнелтіп қара алтынға тәуелді болып отырған елімізді оңдырмауы мүмкін. Әлем беймаза күйде. Таяу шығыстағы жағдайға Қазақстанда аса алаңдаулы. Иран Парсы шығанағындағы Ормуз бұғазын жабамыз деп сес көрсетіп отыр. Ол жер жаһандық мұнай мен газ тасымалының күре тамыры. Одан әлемдегі сұйытылған газдың 30%, мұнайдың 20% өтеді. Егер Ормуз жабылса, қара алтын бағасы 80-110 долларға дейін аспандап, инфляция өршіп, әлемдік нарыққа жаңа соққы болмақ. Қазақстан үшін де қауіп бар. Қараңыз, мысалы, Иран мемлекетінің ең жақын көршілері ол Әзербайжан мен Түркия. Егер де мысалы Иранмен белгілі бір қақтығыс жағдай одан әрі өршитін болса, ол міндетті түрде ол екі мемлекетке кері әсерін тигізеді. Бұл ретте енді Транскаспий маршруты орындала ма, орындалмай ма дегенде де сауал бар. Ал Қазақстанның қарапайым халқына келетін болсақ, әрине мұнай бағасын белгілі бір мұнай түсімі қысқа мерзімде өсуі мүмкін, тізбекті түрде одан үлкен негізде инфляция шарықтайды. Сондықтан бұл ретте керісінше зардап шегетін қарапайым халық. Ал мұнай бағасынан түсетін түсімдердің пайда көретін көбінесе ол теңіз қашаған қарашығанақ секілді шетел инвесторларының пайдасы. Сондықтан бұл жерде Қазақстан үшін пайда жоқ. Сарапшының пайымынша, бұғаз жабылса, жапа шегетін бірден-бір мемлекет ақш пен Еуропа емес, Қытай. Ал Қытай мен Иран арасында тығыз сауда-экономикалық қарым-қатынас қалыптасқан. Сондықтан бұғаз толыққанды жабылып қалады дегенге сенбей отыр сарапшылар. Ондай болған күннің өзінде Иран да біраз шығынға батады. Ал Қазақстан үшін жаңа мүмкіндік дейді кей сарапшылар. Осы Ормуз бұғазы арқылы Қытай, Оңтүстік Корея, Үндістан сияқты әлемдік державалар жаңағы сол мұнайға тәуелді болып отыр. Сондықтан да егер де қайыптан тайып осы жаңағы Ормуз бұғазы жабыла қалған жағдайда Қазақстанға жаңағы мұнайын тасымалдауға қосымша нарықтар ашылады. Бір, екіншіден жаңағы мұнай бағасының жосы қалыптасқан ахуалға байланысты күрт көтерілуі қосымша қаражаттың бюджетке келуіне де ықпалын тигізеді. Десе де мұнай саласындағы дағдарыс көптеген елдер үшін тиімсіз. Сондықтан үшінші дүниежүзілік соғыстың ауылы алыс, бірақ қақтығыстың қалай өрбейтінін дөп басып ешкім айта алмайды. Қазақстан үкіметі тараптар бейбіт келісімге келсе деп тілеп отыр. Единственное, что, естественно, нас беспокоит, это логистика. Единственная железная дорога, которая ведет на юг, она проходит через Иран. Других железных дорог нету, и нам, конечно, не хотелось бы, чтобы это каким-то образом повлияло. Таяу шығыстағы жағдай өршісе, Қазақстан тауар тасымалдайтын балама жолды іздемек. Грузия арқылы айналып өтуге болатын жол бар. Қытай арқылы да мүмкіндік қарастырылған. Мұның бәрі логистиканы қиындататыны анық. Шиеленіс ұзаққа созылатын болса, бизнесмендерге көмектесеміз деп отыр үкімет басындағылар. Арай Сүгірбай, Атамекен бизнес арнасы.